Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен выпук пай тортыны жасап көрсетпекшімін сіздерге. Менімен бірге жасаңыздар, өте оңай. Бәріңіздің қолыңыздан келеді. Жұмсақ, дәмді торт. Бұл үшін 4 жұмыртқа керек болады, шекер. Қант пен жұмыртқаны араластырамыз, миксерлейміз. Аппақ болғанша миксерлеп шығамыз. Бөлек ыдысқа ұнға қопсытқыш и какао араластырып қоямыз. Сосын сары май мен шоколадты ерітіп саламыз. Бірге миксерден араластырамыз, тағы да жақсылап. Енді бөлек ыдысқа дайындалған ұн, қопсытқыш, какаоны салып араластырамыз. Шашырап кетті, менде абайлап араластырып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайынмын осылай. Сосын фольга қағазыны 4 бөлікке бөліп, мен домалақ пішін сызып алдым. 4-ке бөліп пісіреміз. Осылай шетіне шығармай жайып шығамыз. Бірдей саламыз. Бәріне бірдей бөліп осылай 180 градуста өте тез 5 минутте піседі. Пісіріп аламыз. Креміне мен Пуратус деген өнімді пайдаландым. 500-600 грамм салып миксерлеп шығамыз. Біраз миксерлегеннен соң сахарный пудра саламыз. Сахарный пудраны салып, жаймен миксерлейміз. Әбден қою крем болғанша миксерлейміз. Міне креміміз дайын, әдемі, күшті шықты. Дайын болған кремімізді мен көрсеткенде бірінші шетіне осылай жағып алып, сосын ортасына крем жағамыз. Үстіне коржықтарымызды қойып шығамыз. Сары май мен шоколадтың ерітіп, бетіне құйып, кішкене шетіне түсіріп, әдем болу үшін жағып шығамыз. Дайын болған тортымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Холодильниктен алып, үстіне жеміс жидектермен әрлесек болады. Мен кивимен, құлпынаймен әрлеп жатырмын. Сіздерді жеміс жидектермен әрлесеңіздер болады. Әлде креммен гүл жасап қойсаңыздар да болады. Өте жақсы. Мен өзімді бірінші рет жасап отырмын. Өте оңай. Жасап көріңіздер. Егерде торт ұнап жатқан болса, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Комментария жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса. Тортымыз міне дайын. Ас болсын.